Отбасының берік іргесі махаббаттан қаланады. Ол сенім мен адалдықтан тұрады. Кейде адамдар қолда бардың қадірін білмей, артығын іздеп жатады. Бәлкім оның да себебі бар шығар. Десе де соның салдарынан көптеген отбасының шаңырағы шайқалып, ортасына түсіп жатады. Ал кейіпкеріміз Бекболат дана көзін сүзбесе, бұқа жүгін үзбейді дейді. Көшеден сұлу қыз өтсе, бәріміз бір қарамай қоймаймыз, мойын бұрып. Ер азаматтардың бір рет болса да елінің көзіне шөп салады. 99% деп айтсақ болады. Алғашында күйеуімнің басқа әйелмен көңіл қосып жүргенін естігенде үлкен ошу болды. Мен ол жағдайды көтере алмай үйден кетіп қалған болатынмын. Сосын араға 2-3 ай салып, күйеуім келіп менен кешірім сұрады. Және ол жағдайдың қайтып қайталанбайтынын айтқан болатын. Оның үстіне балаларым үшін шаңырағымды бұзғым келмеді. Сол үшін мен қайта оралдым. Бұл ер адамға мүмкін әйелі жағынан энергетика жетіспей жатыр ма, әйелдің энергетикасы жетіспегенде эмоционалды түрде онымен шүйіркелесіп, жан дүниесін ашып, еркекпен сөйлесу керек. Жалпы ер азаматтар өз әйелін жақсы көріп, оны идеал тұтса да, әрбір көзіне шөп салады. Мақсаты жоқ еркек, ол қанатсыз құспен тең. Сондықтан әр ер адамның алдында үлкен мақсат болу керек. 4 салада, физикалық салада, эмоционалды салада, рухани салада және интеллектуалды салада жан-жақты өзін дамыта білу керек ер адам. Мен оны іштей әлі де кешіре алмаймын. Ол көңілдесі барын қанша жасырғысы келгенмен, мен оның әрбір іс-әрекетінен нық сеземін. Оның күнде кездесетін достарының саны көбейіп кетті. Киімдерінен әйелдің ұзын шашын, далаптың ізін және басқа әтірдің иісін жиі байқаймын. Айтады ғой, жалпы әйел адамның 2 жұмысы бар. Күйеуін шын ниетімен сүю, сыйлау, сену күйеуге. Сонда күйеу ешқайда кетпейді, ешқандай көңілге соған керек емес. Әйелдер үшін ер азаматпен бас қосу ол шынайы сезім, махаббат. Ал еркектер үшін олай емес. Өйткені еркектерге уақыт өткізу үшін тек бір күндік ләззаттық қана. Ал қыздар соны еркектің жанұясын біле тұра басын айландыруға тырысады. Өйткені оның мәнсабына, қалтасына, қызметіне қарайды. Еркекке әйел табылады, әйелге еркек табылады, а ортада болған бала бұл жерде қиналады. Сондықтан біз ажырасуға бірінші бел болмай, бір шартқа келу керек, бір келісімге келу керек, сөйлесу керек. Еркекке не жетіспейді? Ашып сөйлескен абзал деп ұсыныс берер едім. ТМД елдері бойынша еліміз ажырасудан 3-ші орында тұр. Ал ажырасуға себептің 4-1% ерлі зайыптылардың опасыздығынан туындайды екен. Ендеше сізге бақытты отбасы ма, әлде бір сәттік ләззат қымбат па? Өзіңіз таразылап көріңіз.